Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. Менің каналыма жазылып жатқандарыңызға, жалпы көптеген тақырыптарға сұраныс жасап жатқандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Және де бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі менің каналымда ең көп сұранылатын видеоның бірі ол овуляция деген не? Овуляцияны қалай санаймыз деген сұрақтар күнде бір хат келетін шығар. Соған мен жауап бергім келіп отыр. Бұл видео екі бөлімнен тұратын болады. Жалпы овуляция деген не деген тақырыпқа жауап беремін бірінші видеода. Екінші видеода оны санап үйренеміз. Егер сіздерге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Жалпы овуляция дегеніміз әйел ағзасында менструалдық циклге байланысты процесс болып табылады. Ол сізде менструация егер қалыпты келетін болса, айына бір рет, уақытылы, мысалы 30 күнде бір рет, немесе 28 күнде бір рет келетін болса, сізге овуляцияны санау оңай болады. Және де овуляцияны санап, сіз жүкті болуға болады. Өйткені сіз мен видеомды қарап отсаңыз, сіз яғни ол жүкті бола алмай жүрсіз, немесе жүктілікті армандап, ойланып, жоспарлап жүрсіз деген сөз. Сондықтан мен сіздерге түсіндіріп өткім келеді, овуляция деген не екен? Овуляция дегеніміз ол менструалдық циклге байланысты процесс. Айына әйелде овуляция негізі бір рет болады. Бұл әйелде екі жұмыртқалар болады. Сол жұмыртқасында әйел өмір бойы жұмыртқа жасушасы бөлініп отырады. Айына бір рет бөлініп отырады жұмыртқа жасушасы. Ол бөлініп отыру үшін көптеген гормондар қатысады әйел ағзасында. Егер әйелде менструалдық циклы қалыпты болатын болса, ол овуляциясы да қалыпты деген сөз. Егер менструалдық цикліңіз дұрыс емес болса, 2 айда, 3 айда дұрыс емес келетін болса, әрине овуляцияңыз да бұзылған деген сөз. Ол қашан болып жатыр сіздің ағзаңызда, ол қай уақытта болып жатыр, сіз біле алмайсыз, сол жері қиынырақ. Егер уақытылы келетін әйелдерге ол өте оңай, овуляциясын санау, мен оны сіздерге үйретемін. Жалпы бұл овуляциясыз жүкті бола алмайсыз. Маған көптеген хаттар келеді, овуляция деген не, оған не қатысы бар жүктілікке. Егер овуляция күнін білмесеңіз, сіз ол жүкті болу қиын болады сізге. Өйткені менструалдық цикл уақытында, менструалдық циклдан кейін сіз жүкті бола алмайсыз. Овуляция ол менструациядан кейін бірінші күннен санаған кезде ортасында болады. Яғни сізде 28 күндік цикл болса, 14-ші күні болады. Сізде айдың бірінші айында болса, 14-ші күні, яғни овуляция деген сөз. Және де қыздар, овуляция бір қызығы әйел адамда жұмыртқа жасушасы сперматозоидты, яғни аталық ұрығын жатыр түтікшесінде бір-ақ күн күтеді, бір-ақ тәулік күтеді. Шынына келгенде ол 24 сағат. Бір кездер болуы мүмкін, ол 2 күнге дейін күтуі мүмкін. Ондай жағдайлар аз кездеседі. Орташа есеп бойынша овуляцияда әйелде жұмыртқа жасушасы аталық ұрығын бір тәулік күтеді. Яғни сіз бір тәуліктен кейін бұл жұмыртқа жасушасы өз өмірін аяқтайды деген сөз. Солай, бұл овуляцияны жалпы сіздерге түсіндіре өтсем, ол 2 гормонға байланысты өтеді. Тікелей 2 гормон. Фолликулостимулдеуші гормон және де лютеиндеуші гормон. Фолликулостимулдеуші гормон сіз менструалдық циклдан кейін және де өзін фолликулостимулдеуші гормонын бөліп, жұмыртқа жасушасының пісіп жетілуіне, жұмыртқаның ішіндегі жұмыртқа жасушасының пісіліп жетілуіне көп қатысады. Ол бөлінген сайын жұмыртқа жасушасы 2 сантиметрге дейін өсіп, жұмыртқадан атылайын деп тұрады. Екінші фазасы болады, фолликулостимулдеуші гормонды лютеиндеуші гормон ауыстырады. Ол ауыстырған кезде эстроген деген гормонның арқасында екеуі қосылып, жұмыртқа жасушасынан жұмыртқадан жұмыртқа жасушасы бөлініп шығады. Жаңылтпашқа ұқсап кетті, бірақ сіздерде жұмыртқаларыңыздан әйелдің жұмыртқа жасушасы бөлініп шығуына лютеиндеуші гормон әсер етеді. Жалпы осы процесті әр ай сайын бір рет қана болып отырады бұл процесс. Бұл процессті білсеңіз, қай кезінде болатын, сіз өзіңіздің овуляцияңызды біліп отырыңыз, яғни жүкті болуға сол айдағы жүкті болуға болады санап.
Жалпы овуляция болып жатқанын қалай білеміз? Жаңа санап білуге болады. Одан кейін базальдық температура дейді. Әйел өзінің тік ішегінде температурасын ай сайын өлшеген деген кезде, дәл сол овуляция болатын бір күн бұрын базальдық температура әйелде көтеріледі. Бізде барлық адамдарда температура 36,6 болатын болса, әйелдерде базальдық температура овуляция кезінде 37-те 5-ке дейін жетуі мүмкін, жоғарылап кетеді 1-2 күнге. Ол кезде овуляцияны ұстап алуға болады сіздерге. Содан кейін әйел жыныстық қатынасқа деген ынтасы болады. Өйткені овуляция кезінде өзімізді Алла солай жаратқан, адам көбею үшін, нәрестелер туылу үшін дәл овуляция кезінде әйелдің жыныстық қатынасқа деген сезімі ашылады. Өте қатты ашылады. Сол кезде көптеген бөліністер болады әйелде. Бөліністер болады. Ол дегеніміз овуляция жақындап келе жатыр деген сөз. Сол күндері сіздерге талпынуға болады. Ал енді барлық овуляция туралы процесстерді мен сіздерге түсіндірдім. Енді екінші бөлімде тек қана есептеу ғана қалады. Сонымен овуляция барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Ендігі видеоны қалдырып алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.